Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір біз қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сын есім. Мақсатымыз сөз таптарын ажырату, сын есімдерді сөйлем ішінен таба білу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Сабағымызды бастамастан бұрын сын есім туралы не білетінімізді еске түсіріп алайық. Ол үшін мына бейнефильмге мұқият назар аударыңдар. Ай мектеп. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Бейнефильмді тамашалап, сын есімдер туралы есімізге түсіріп болсақ, енді тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі сын есімдерді тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Алдымен мәтінді оқимыз. Ертіс үлкен өзен. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Тағы бір рет оқимын. Ертіс үлкен өзен. Осындағы сын есімді табыңыздар. Оның бойына сәулетті қалалар салынған. Бұл сөйлемдегі сын есім қай сөз екен? Ойланыңдар. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Бұл сөзде екі сын есім бар бұл сөйлемде. Мұқият қарайық. Қандай деген сұрақты қойсақ, сын есімдер оңай табылады. Және жанындағы байланысып тұрған сөздер. Ойланайық. Ал енді ойымызды тексерейік. Бірінші сөйлемде қандай өзен? Үлкен өзен. Сын есім үлкен. Қандай қалалар салынған? Сәулетті қалалар салынған. Қандай топырақ? Құнарлы топырақ. Қандай өнім береді? Мол өнім береді. Сын есімдер үлкен, құнарлы, сәулетті, мол. Яғни қасындағы байланысқан сөздермен бірге, зат есімдермен бірге таптық. Келесі тапсырмада сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып жаз дейді. Бізге тақтай, дала, көл сөздер берілді. Алдымен үлгіге назар аударайық. Қандай тақтай? Жалпақ тақтай. Қандай тақтай? Қалың тақтай.
Тағы қандай тақтай болады? Тегіс тақтай. Енді дала сөзінен сын есімдер ойлап табайық. Қандай далалардың түрлері болады екен? Ойланып көрейік, балалар. Және қандай көл болады? Ойланайық, сын есімдер ойлап табайық. Ойланып болсаңдар, балалар, менің нұсқаммен танысыңыздар. Кең дала, жазық дала, жусанды дала, шалқар көл, айдын көл, тұзды көл. Яғни біз бұларға сын есімдер ойлап таптық. Келесі тапсырмада мақалдарды жадқа жаз және мағынасын түсіндір дейді. Бірінші мақал. Мәуелі ағашқа тас атпа. Берекелі елден мереке кетпес. Мәуелі ағашқа тас атпа дегенді мағынасын қалай түсінесіңдер, балалар? Ойланып көрейік. Мәуелі ағаш дегеніміз жемісті ағаш. Яғни ағаштың адамға тигізетін пайдасы өте көп. Оны сындыруға, немесе тас лақтыруға болмайды. Мәуелі ағаш жемісті ағаш. Түсіндік пе, балалар? Сондықтан ондай дұрыс емес іс-әрекет жасауға болмайды. Ал берекелі елден мереке кетпес деген сөздің мақалдың мағынасы: адамдар ауызбіршілігі мол, дос, тату, тәтті тұратын болса, олардың ынтымағы әрқашан жақсы болады. Өмірлері берекелі, мерекелі болады деген сөз. Осы мақалдарды жақсылап жаттап алыңдар. Ал мына тапсырмаға назар аударайық. Өз есіміңнің әрбір әрпінен өзіңді сипаттайтын сын есім тауып жаз дейді. Мысалы, Көркем деген қыз өзінің атын бұлайша сипаттапты. Әрбір әрпіне: К келбетті, Ö өрелі, Р рахымды, К көреген, Е еңбекқор, М мейірімді. Сендер де өз аттарыңа арнап осындай әдемі сын есім сөздерді ойлап табыңдар. Ал енді үй жұмысына назар аударыңдар. 66-шы жаттығу 72-ші бет. Мәтінді көшіріп жазу, сын есімдердің тауып астын сызу. 69-шы жаттығу 93-ші бет. Көп нүкте орнына сын есім қойып жазу. Жазғанда әдемі, таза, ұқыпты жазамыз. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Қош, сау болыңдар, балалар.